Батыс елдері Азия тынық мұхит аймағындағы ықпалын арттыру үшін НАТО үлгісі негізінде блок құрады. Олар алдағы уақытта Азия, Африка және Латын Америкасында да арандату әрекеттерін жасап, түрлі шиеленіс тудырады. Путин осындай мәлімдеме жасады. Пелосидің Тайванға сапары туралы пікір білдірген ол, бұл жауапсыз саясаткердің жеке шешімі емес, ақш-тың әлемде және аталған аймақтағы тұрақтылықты шайқау үшін саналы түрде жасап отырған стратегиясы деді. Оның пікірінше осындай арандатудың кесірінен Украинадағы шиеленісте ұзаққа созылуы мүмкін. Мы также видим, что Батыс елдері Еуропадағы НАТО сияқты блокты Азия тынық мұхит аймағында да құрып, осы өңірдегі ықпалын арттырғысы келеді. Сол үшін де AUKUS сияқты әскери саяси одақ құрғаны белгілі. Украинадағы жағдай ақш-тың шиеленісті соза түскісі келетінін аңғартып отыр. Дәл солай олар Азия, Африка және Латын Америкасында да арандату әрекеттерін жасап, түрлі конфликттерді қоздырады.